Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай керемет 12 ас қасық деп аталатын сондай жұмсақ лимон шырыны қосылған керемет осындай пирогтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен 3 жұмыртқамызды құрғақ таза табамызға жарып дайындап аламыз. Одан соң оның үстіне 12 ас қасық қант. Мен қатты толтырмадым. Егер қатты тәттіні қаласаңыздар, толтырып жасасаңыздар болады. Одан соң осы қант пен жұмыртқаны миксердің көмегімен толық қанты ерігенше араластырамыз. Міне осындай ақ көбік болуы тиіс. Одан соң оның үстіне бөлме температурасындағы сүттен 12 ас қасық осылай құйып, оны да жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Барлығы араласқан соң 12 ас қасық күнбағыс майын құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Ендігі келесі кезекте бізде лимон, жарты лимонды алып, цедрасын барлығын, яғни үкіштің көмегімен алып аламыз, және жарты лимонды осылайша шырынын сығып, оны да жаңағы дайын болған қоспамыздың үстіне құйып, тағы да араластырамыз. Одан соң алдын ала ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Одан да 12 ас қасықты толтырып, міне көріп тұрғандарыңыздай барынша толтырып, 12 ас қасықты осылайша өлшеп, дайын болған қоспамыздың үстіне саламыз. Және де бір шай қасық қамыр қопсытқышты да онымен бірге араластыра отырып, барлығын миксермен жақсылап шайқап дайындап аламыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Оған дейін пешімізді қыздырып аламыз, және табамызды майлаймыз да, осы дайын болған қоспамызды құямыз. Міне консистенциясын көріп тұрсыздар, осындай консистенция болуы тиіс. Қызып тұрған 180 градус пеште 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ, сондай керемет болып шығады. Дәмінде ерекше бір қышқылтым дәмі бар, яғни бұған лимонның көмегі тиді. Өте ерекше болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Оп-оңай жасалу жолы ешқандай қиындық тудырмайды. Баршаңызға ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ас болсын.